Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен жалпы катетерлер туралы және де перифериялық, яғни венозный катетерлер туралы және бабочкалер туралы айтатын боламыз. Көп адамдар бізде бабочка мен перифериялық катетерлерді шатастырып жатады екен. Жалпы бұл екеуі де енді венаға арналған, иә. Бірінші бабочканы түсіндіріп кетейін сіздерге. Жалпы біз бабочкалерді не үшін қолданамыз, иә? Бұлардың әртүрлі размерлері болады. Мынау бізде қазір 24-ші размер. 24-ші размер енді маленький, потому что бұлар сандар өскен сайын бұлардың размерлері керісінше кішірейіп отырады. Сол үшін де бұл кішкентай размер. Егер бізде бұл 21 деген сияқты размер болса, бұл үлкен. Мына инесінің басы үлкен болушы еді. Қараңыздар, көрінетін болса, мынау бізде самый маленькийлердің қатарына жатады. Енді бұны қандай мақсатта қолданылады? Бұны жалпы новорожденныйларға қолданылады. Жаңағыдай кішкентай тамыры жоқ сондай адамдарға қолданады жалпы. Біз бұны андай бірден былай ұстап қолданасыздар, міне, былай ұстайсыздар. Соны былай резко кіргізіп жіберген кезде бұл резко түсе қояды тамырға, резко тауып береді тамырыңызды. Даже бұлар екілік шприцтен де жіңішке болып табылады. Енді түсіндіңіздер, бұл жалпы бір-ақ рет қолданады. Мысалы, мына системаға жалғасаңыз да болады, немесе шприцке жалғасаңыз да болады. Шприцке жалғайтын болсаңыздар, например, қан алатын болсаңыздар, осылай жалғап қанды ала бересіздер. Немесе қандай да укол салатын болсаңыздар, мысалы, мына жерде жидкость болады ғой бізден, кез келген дәрі болсын, иә, немесе физраствор болсын деген сияқты. Оны осылай ауасын жайлап шығарып жібересіздер, потом пациентке мына жерінен ұстап тұрып, осылай венасына саласыздар. Салып болғаннан мына жерге лейкопластырь жапсырып қоясыздар, одан соң дәрілеріңізді жібере бересіздер. Енді бұл бір-ақ рет қолдануға арналған. Осылай қан алып болдыңыз, немесе уколыңызды салып болдыңыз, бұны бірден аласыз да КБУ-ға тастайсыздар. Бізде Б классына тастайтын боласыздар. Енді бізде жалпы перифериялық катетер дейтін бар. Катетерлерді біз екі топқа жіктейміз негізінде: периферический и венозный. Қазір мен сіздерге ашып көрсетейін. Бізде өздеріңіз білетіндей, менің Мейірбике онлайн курсым бар. Сол менің Мейірбике онлайн курсыма жазылсаңыздар болады. Именно осы нені көріп отырған адамдар үшін, мен YouTube арнама тіркелгендер үшін, немесе осы видео сіздің алдыңызға түсіп, осы видеоны көріп отырған адамдар үшін скидка бағада беретін боламын. Мен осы видео арқылы келдім деп маған жазатын болсаңыздар, сіздер скидка бағада аласыздар. Ал басқалай, мысалы, TikTok, Instagramда жазылса, олар жағдай скидкасыз бағада алатын болады. Енді қараңыздар, менің мына каналым бар. Бұл каналға мен күнделікті жаңа ақпараттарды салып отырамын, әртүрлі диагностика болсын, не болсын. Енді осы жерде бізде жағдай укол салудың әртүрлі түрлері бар. Мысалы, перифериялық катетерді қандай жағдайда қолданады, центральныйды қандай жағдайда қолданады деген сияқты барлық ақпараттар бар. Қараңыздар, вот мынандай живой адамдарға салынған видеолар, мына жерде мысалы мына катетерлердің размерлері бар даже. Қандай размер, қандай жағдайда қолданады деген сияқты да. Енді айтып кетейік. Жалпы периферический деп отырғанымыз ол именно біздің мына шынтақ веналарына, немесе қол бас веналарына қайсы венасы жақсы көрініп тұр, жалпы сол венаға қоятын боламыз. Енді мынау размерлеріне қарай жіктеледі. 16-шы размер ол көп жағдайда көп қан жоғалтқан кезде, біз көп сұйықты құятын болсақ, немесе әртүрлі анализдер алған кезде, көп жағдайда көп жидкость немесе қан құятын кезде жалпы мына 16-шы размерлер қолданады. Ал мынау біздің кішкентай размерлеріміз, бұл көп жағдайда новорожденныйларға, әртүрлі онкологиялық пациенттер, яғни тамырлары өте жіңішке пациенттерде, больницада мысалы бір апта көлемі жататын болса, сол пациенттерге қоямыз. Енді бабочканы жаңа біз айттық, ол бір-ақ рет қолдануға арналған дедік. Біз оны қолданамыз и оны КБУ-ға тастаймыз. Ал мына біздің катетерлеріміз, мысалы, больной больницада ұзағы бір апта жатты дейік. Біз оны күнделікті система алу мүмкін, әртүрлі препараттар алу мүмкін, немесе антибиотиктер алу мүмкін деген сияқты. Ондай пациенттердің немесе күнделікті анализді тапсырады. Ол пациенттердің күнделікті қолын тиіспес үшін, немесе әртүрлі осложнение болмас үшін біз осындай перифериялық катетерлерді орнататын боламыз. Бұны орнатқандағы тиімділік: сіз мына жерін ашасыз, бұл жерін ашасыз да осы жерге қажетті препаратыңызды құясыз, немесе осы жерден қажетті қаныңызды, анализдеріңізді аласыз да кері мынаны жауып қоя бересіздер. Енді бұл пациенттің несінде, венасында кемінде бір апта көлемінде тұрады. Бұның өзінде әртүрлі осложнениелер болуы мүмкін, гематома сияқты, әртүрлі
осложнение болады. Неге? Себебі мынаны ашып жапқан сайын қан ағып мынандай лейкопластыры солай әртүрлі инфекция түсуіне белгілі бір себеп болуы мүмкін. Сол үшін де мынаны ашып жапқан кезде де астындағы лейкопластырын ауыстырып жаңағыдай әртүрлі микробтардың түспегенін қамтамасыз ету өте маңызды. Енді бұны қалай орнатады? Иә? Жалпы өзіңізге ыңғайлы етіп ұстайсыз, жаңағыдай доступный венаны тауып аласыз да сол жерге кіргізесіз. Кіргізіп бара жатып, мысалы кіргізесің, енді инесін тартып отырасың, потому что ойлау мүмкін да, бұл венада ине қалай тұрады, сен қолыңды бүкпейсің ба, ол ауырмай ма деген сияқты. Енді практикант студенттер білмеуі мүмкін оны қалай қоюды да, потому что бұны барлығы қоя бермейді, процедурный медсестралар қояды көп жағдайда. Мынаны апарып жатып, мынаны ала отырады. Ине ішінде тұрмайды, инесін алып тастайды. Мынаны қараңыздар, мынау тамырдың ішінде жүре береді, міне ешқандай ине жоқ бұның ішінде. Себебі инесін алып тастайды, одан соң бекіткішін алып осылай бекіте қояды. Потом жан-жағын лейкопластырмен бекітіп тастайды. Вот. Енді бұл перифериялық. Бізе айттым жаңа, бұның өзі периферический центральный болып бөлінеді дедім. Центральный деп отырғанымыз ол біздегі подключичный болсын, паховый болсын, өз определенный месталар бар, сол жерлерге қойылады. Оның мақсаты не? Жалпы біз перифериялық веналар таппаған кезде біз жалпы катетерлер центральный қоюымыз керек болады. Бірақ центральный қойған кезде оны кәдімгі опытный медсестралар немесе иногда врачтардың өздері жасауы мүмкін. Сондықтан да ол кішкене опаснылау. Ал перифериялықта ол кез келген енді жалпы укол сала алатын медсестралар қоюды білуі ол міндетті. Біз енді неге медсестра деп жатыр? Менде көп жағдайда бұндай жұмыстарды медсестралар атқарады. Бірақ сен дәрігер болсаң да, болашақ дәрігер, мысалы мен өзім болашақ дәрігермін. Мен болашақ дәрігер болсам да, мен бұл заттарды білуге міндеттімін. Неге? Себебі мысалы медсестра келуі мүмкін, ол не опытный болуы мүмкін, жаңағыдай жіңішке тамырларға түсе алмай қалуы мүмкін, немесе оның қалай қолданатынын, дұрыс қолданатынын білмей қалуы мүмкін деген сияқты. Ондай жағдайларда сен міндетті түрде ол медсестраңа дұрыс бағытты көрсетіп, осылай дұрыс болады, осылай істегенің дұрыс деген сияқты өзіңнің белгілі бір опытыңмен бөлісу керек боласың. Сондықтан да сен медициналық персонал болғаннан кейін кез келген укол түрін, инъекция түрін өте жақсы меңгерген болу керексің. Бұл опыттарың да кішкене сенде болғаны ол өзіңе болашақта пайдалы болады. Себебі біз перифериялық катетерлерді үйде қолданбаған жағдайда, қолданбаймыз ғой, енді үйде көп жағдай айтып жатырмын ғой, больницада қолданады деп. Бірақ біз мына бабочкалерді қолданып қалуымыз мүмкін, потому что сен үйіңде әртүрлі витаминдерді саласың, туысқандарың антибиотиктерді мысалы барлығы клиникаға барып салмайды ғой. Назначениемен сен мысалы өзің дәрігер болсаң, мысалы өзің студент дәрігер болсаң, например, үйіңдегі адамға саласың, сондай жағдайда тамырын таппай жатсаң, скорее всего сен мына бабочканы үйіңде қолдануы мүмкінсің. Сол үшін мен саған айтып жатырмын. Бірақ мен дәрігер емес адамдарға, медицинада білімі жоқ адамдарға үйде укол салуға никогда кеңес бермеймін. Себебі өздеріңіз білетіндей, үй жағдайында укол салатын болсам, ол адамда әртүрлі аллергия болуы мүмкін, және де әртүрлі шоктарға алып келуі мүмкін. Ең асқанған шок ол бізде анафилактикалық шок. Сондықтан да кез келген дәріні салатын кезде сен дәрігер бол, медсестра бол, главный медициналық білімің бар адам ретінде үйіңде міндетті түрде супрастин, димедрол, адреналин дейтін препараттарды үйіңе алып қойғаның дұрыс. Ондай дәрілер болған кезде кішкене әйтеуір безопасын деген сияқты, немесе әртүрлі гормональный препараттар бар бізде, преднизолон деген, дексаметазон сияқты препараттар болу керек. Именно антибиотиктерді қолданған кезде. Не только антибиотикті, разный препараттарға адамда аллергия болады, бірақ соның өзінде де осындай бір препараттарың болса, срочно ол адамға кішкене беріп, ол адамның кішкене де болса өмірін алып қалуға мүмкіндік болады сенде, потому что қандай да бір препаратты үйде салып, оны әртүрлі шокқа келіп, одан кейін пока скорыйды күтіп, әртүрлі жағдайлардан ала сақтасын әрине. Бірақ сондықтан да сіз медперсонал болмасаңыз, ой ештеңе етпейді ғой деп укол салып жүрмеулеріңізді сіздерден сұрайтын едім. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер бүгінгі ақпарат сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, өзіңіздің медицинада оқитын досыңызға, студенттерге, балаңызға, қызыңызға деген сияқты жіберіп қойыңыз, таратып қойыңыз. Бұндай ақпараттарды олар да біле жүрсін. Келесі ақпаратты күтсеңіздер, маған тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңыз маған өте маңызды. Менің дамуыма сіздердің үлестеріңіз өте қажет. Барлықтарыңызға рахмет, менімен болғандарыңызға. Всем пока!